Әлемде талай қызық бар, және осындай қызықты ғаламда тіршілік ететін қызық жандар да бар. Біріне табиғат ана бар байлығын үйіп төгіп береді, тіпті шекарасынан асып тасып жатады. Ал басқасы осындай мүмкіндіктері бола тұра оны еш пайдаланбақ емес. Мысалы дейсіз бе, мәселен қос қолдарымыз. Ойлап көріңіз, дәл осы қажетті мүшесін іске қоспайтын адам өмір сүрсе, ондай жан бар екен. Бір қолы жарамсыз болып қалса түсінікті ғой, оның қолы сап-сау, дегенмен жоғары көтеріп, әлі төменге еш түсірмеген. Үндістандық тұрғын Амар Бхарати өзінің оң қолын жоғары ұстап жүргеніне 44 жыл болды. 1973 жылы ол Шива атты құдайының құрметіне қолын басынан асыра көтерген еді. Содан бері қаншама жанына батса да еш түсірмеді. Арада бірнеше жыл өткен соң қолы ақыры жансыз күйге түсіп, дененің артық өсіндісі секілді күйге енген. Тырнақтарына күтім болмаған соң спираль тәрізді айналмалы қалыпқа түсті. Мына суреттерге үңілсеңіз, бұл қолдың вертикаль бағытқа қарай өзгергенін анық байқайсыз. Амар Бхарати танымалдылыққа ие болмай тұрғанда жай ғана қарапайым үнді отбасының мүшесі еді. Қызметімен отбасы болатын. Алайда бір күні оған бұлардың еш мәнісі жоқ деген ой келеді. Ақыры бәрін тастап өмірін Шива құдайына табынуға арнайды. Кейбір ақпарат көздеріне сүйенсек, Амарға қолын жоғары көтеру қанша ауыр болса да, ол әлемдегі соғыс атаулыға қарсы тұрып, бірлікке шақыру үшін осындай қадамға барған. Бәлкім сенбессіз, бірақ оны Үндістан жұртшылығы құдайға теңеп жатады. Онсыз кейбір дәстүрлі шаралары өтпейтінде көрінеді. Бхарати көпшілікті бейбітшілік үшін қолын жоғары көтеруге мотивация береді. Шәкірттері де өз қолдарын 7, 13, тіпті 25 жылға дейін түсірмей келген. Қолының жанына батпайтындығына таңғалған жандарға ол ауырса да үйреніп кеткендігін жеткізеді. Қазір ешқандай да мазаламайтынды айтады. Оны көтерудің еш қажет жоқ, сүйегі солай қалыптасып кеткен. Амардың айтуынша бұл дәстүр бұрыннан келе жатыр. Ол тек жай ғана жалғастырушы. Үнді елінде тіпті бұл әрекеттің өзіндік атауы бар секілді. Яғни Құдай жолында өзінің бір дене мүшесін құрбан ету деген мағынаға саяды. Әрине, Амар Бхаратидің 44 жыл уақыт аралығында бір қолын үнемі жоғары көтеріп жүріп делінген ресми құжаттар жоқ. Бірақ қолдың мынадай кейіпке енгендігін көріп, сенбеске амалың да қалмайды.